Алла ақиқатты жеткізіп, құлдарының жүрегіне иман нұрын ұялату үшін масаны, тіпті одан да кіші немесе үлкен жаратылысты мысал етіп беруді ар көрмейді. Иман келтіргендер осы мысалдың хикметін түсінгендіктен оны раббыларынан жеткен ақиқат деп біледі. Ал кәпірлер болса, Алла бұл мысалмен не айтпақшы һәм не істемекші деседі. Алла онымен талайларды адастырып, талайларды тура жолға салады. Негізі Алла сол мысал арқылы өзіне қарсы келіп, асы болған азғын күнәһарларды ғана тура жолдан тайдыруда. Ол азғындар Аллаға иман келтіріп, пайғамбарларға толық бойсынуға қатысты, Аллаға берген уәделерінде тұрмай, серттерін бұзады. Сонымен қоса Алла бұйырған туыстық, достық, қарым-қатынастарды үзіп, азғындыққа бастап, жер бетінде бүлік шығарып, бұзғыншылық жасайды. Екі дүниеде де зардап шегетіндер міне солар. Ей кәпірлер, Аллаға қалай сенбейсіңдер? Әуелде жансыз едіңдер. Ол сендерге жан бітіріп өмір сыйлады. Кейін ажалдарың келгенде сендерді алып өлтіреді де, содан соң қайтадан тірілтеді. Содан кейін жауапқа тартылу үшін түгелдей оның дәргейіне қайтарыласыңдар. Ол жердегі, яғни жердің асты үстіндегі бүкіл нәрсені сендер үшін жаратты. Содан соң шексіз ілімін, қалауы мен құдіретін көкке бағыттап, оны 7 қабат аспан етіп мінсіз жүйеге келтірді. Ол барлық нәрсені толық білуші. Кезінде Раббын періштелерге мен жер бетінде үкім жүргізетін халифа жаратамын дегенде, періштелер таңырқап, сонда жер бетінде бүлік шығарып, бұзақылық жасайтын және нақақтан нақақ қан төгетін біреуді жаратасың ба? Біз бір өзіңе үздіксіз мадақ һәм шүкіршілік айтып, мінсіз кемшілік атаулыдан ада һәм ұлы екенді жар салып, бір өзіңді ұлықтаудамыз ғой, деді. Сонда Алла оларға, расында мен сендер білмейтін қаншама жайттың қыр-сыры мен хикметін білемін, деді. Әрі адамзаттың өзге жаратылыстардан үстемдігі мен жердегі Алланың өкілі болуының хикметін ұғындыру үшін адамға барлық нәрсенің атауын, мән мағынасымен қоса үйретті. Артынша оларды періштелерге көрсетіп, қане айтқандарың рас болса, маған мыналардың атауларын айтып, мән мағынасын түсіндіріп беріңдерші, деді. Сонда періштелер өздерінің шарасыздығын мойындап, сен мінсізсің, ұлыссың. Біз өзің үйреткеннен басқаны білмейміз. Шүбәсіз сен барлық нәрсені толық білетін шексіз ілім иесісің. Әр ісің мен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесісің, деді. Сонда Алла адам баласын ардақты абзал етіп жаратқанынан баш ету үшін, уа адам, оларға мыналардың атауын айтып, мән мағынасын түсіндіріп бер деп бұйырды. Сонда адам періштелерге бар нәрсенің атауын айтып бергенде, Алла періштелерге, мен сендерге 7 қабат аспан мен жердегі ғайыптың бәрін білемін. Сондай-ақ сендердің нені жария етіп, нені іштеріңе бүгіп, жасырып жүргендеріңді де жақсы білемін деп айтпап едім, деді. Сөйтіп періштелерге адамның ілімін артық жаратылысын және Алланың жер бетіндегі өкілі болуға әбден лайық екенін мойындап, адамға сәжде етіңдер деп бұйырдық. Олар сол мезетте тегіс сәжде етті. Алайда Ібліс тәкаппарлық танытып, сәжде етуден бас тартты. Сөйтіп кәпір болды. Содан соң біз, уа адам, жұбайың екеуін жәннатты мекендеңдер, әрі одан нығметтерінен қалағанша жеңдер. Тек мына ағашқа жоламаңдар, әйтпесе өз-өзіне қиянат жасайтын залымдардың қатарына қосыласыңдар, дедік. Содан ақыры шайтан оларды тыйым салынған ағаштан жегізіп, сүріндірді де нығметке толы мекендерінен шығарып тынды.
біз оларға бірін дұшпан болып жер бетіне түсіңдер. Жерде сендер үшін біршама уақытқа дейін тұрақтайтын мекен және игіліктер бар дедік. Пұшайман болған адам Раббысынан аян етілген бір қатар сөздерді жүрегімен қабыл алып, солармен тәубе етті. Сөйтіп Раббысы оның тәубесін қабыл алды. Шүбәсіз ол тәуәп, құлдардың шынайы тәубелерін қабыл етуші, рахим, әсіресе тәубе етіп өзіне бет бұрған мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Біз оларға жұмақтан түгелдей жерге түсіңдер. Менен сендерге міндетті түрде тура жол көрсететін пайғамбар һәм кітап келеді. Кім менің тура жолымды басшылыққа алса, оларға ешқандай қорқыныш жоқ, һәм олар әсте жабықпайды дедік. Ал күпірлік қылғандарға һәм кітаптағы аяттарымызды әрі болмыстағы және өз бойларындағы ақиқатты көрсететін айқын дәлелдерімізге сенбейтіндерге келсек, олар тозақтықтар. Олар мәңгі бақи сонда болады. Ей Исраил ұрпақтары, сендерге берген нығметімді еске алыңдар. Маған берген уәделеріңді орындаңдар. Мен де сендерге берген уәдемді орындаймын. Және менен ғана қорқыңдар. Қолдарындағы Тәуратты растаушы ретінде түсіргенме, яғни Құранға иман келтіріңдер. Оған адамдар арасынан бірінші болып қарсы шықпаңдар. Және аяттарында атақ, лауазым, мал-мүлік тағы сол сияқты азғантай бағаға айырбастамаңдар. Менен ғана қорқыңдар, мені ғана пана тұтыңдар. Ақиқатты жалғанмен бүркемеңдер, және ақиқатты біліп тұрып жасырмаңдар. Намазды кемеліне жеткізіп үзбей әрі уақытылы оқыңдар. Зекетті толық беріңдер, және иіліп рукух жасаушылармен бірге рукух жасаңдар. Сендер ел жұртқа ізгілік бұйырып, өздеріңді ұмыт қалдырасыңдар ма? Өздерінің кітап, Тәуратты оқисыңдар, еш ақылға салып ойланбайсыңдар ма? Аллаға құлшылық етуде күнә атаулыдан сақтануда һәм бастарына ауыртпалық түскенде сабырлылық танытып намаз оқып, Алладан медет тілеңдер. Расында бұл Алладан шын именетін һәм оған тиісінше тағзым ететін жандардан өзгелерге тым ауыр келеді. Алладан шын именетін һәм оған тиісінше тағзым ететін ондай жандар Раббыларымен қауышатындарына және оған міндетті түрде қайтатындықтарына кәміл сенеді. Ей Исраил ұрпақтары, өздеріңе үйіп төгіп берген нығметтерімді және бір кездегі сендерді жер жаһанда үстем еткенімді еске алыңдар. Сондай-ақ біреудің күнәсін біреу арқалап, біреудің қарызын біреу төлей алмайтын, ешкімнің шапағаты қабыл болмайтын, яғни біреуге шапағат етіп аршы түсе алмайтын, ешкімнен азаптап құтылу үшін ешқандай өтем төлем алынбайтын, және ешкімге ешқандай жәрдем бермейтін, әркім өз басымен қайғы болатын алапат күннен қорқыңдар. Һәм бір Аллаға иман келтіріп, игі істер атқару арқылы алдын ала сақтаныңдар.